Ауыл және қала тышқаны ертегісі. Бұрында қалада бір кішкентай тышқан өмір сүріпті. Бір күні ол сүреден бір сурет көріп қалады. Ол ауылда тұратын тышқан досының суреті еді. Ол досына тосын сый жасап, ауылдағы досына қыдырып келмекші болады. Ауылға бара жатып, ой, сондай жаман иістер шығып жатыр ғой деп жеркенеді. Сөйтіп жүріп, досының үйін тауып келеді. Ауыл тышқаны досын танып, қуанып үйіне кіргізеді. Олар бір-бірімен біразға дейін әңгімелесіп отырады. Ауыл тышқаны досына шаршап келген шығарсың деп жуынып ал мен оға дейін түскі ас дайындайын деп бақшасына кетеді. Қала тышқаны жуынып жатып, барлық суды тауысып қояды. Ой, бұл жерде суда тапшы екен ғой, одан да қалада тұрғаным жақсы екен деп ойлайды. Ауыл тышқаны түскі ас үшін барлығын дайындап қояды. Дастарханда жүгері, картоп, сүт барлығы бар еді. Ауыл тышқаны қонақ жайлылық көрсетеді, ал қала тышқаны өте дәмсіз тағамдар жейді екенсіңдер ғой деп жақтырмайды. Түскі астан соң ауыл тышқаны досына ауылды көрсетпек болады. Таза ауа, гүлдер иісі қала тышқанына ұнайды. Бара жатып олар тыңайтқыштың жанынан өтеді. Қала тышқаны: бұл жердің иісінің жаманын-ай, қала болса өте таза. Бұл жердің тамақтары да ұнамады. Қалаға менің қасыма кел деп досын қалаға шақырады. Ауыл саған ұнамағаны өте өкінішті. Мұнда жейтін тамақтардың бәрі бар дейді ауыл тышқаны. Жақсы, онда қалаға бір-екі күнге қонаққа кел. Ол жақта бәрі бар. Ірімшік, спагетти, таң қаласың дейді қала тышқаны. Солай ол заттарын жинап, қалаға қайтып кетеді. Екеуі қоштасады. Бірнеше күннен кейін ауылдағы досы қаладағы досына бармақшы болады. Қалаға келіп үлкен ғимараттарды және көліктерді көріп таң қалады. Сөйтіп тұрғанда алдынан көлік келіп басып кете жаздайды. Қала өте шулы екен дейді ол. Ақыры ол досының үйін тауып келеді. Бір-бірін көріп қатты қуанады. Қош келдің досым деп үйіне кіргізеді. Қала тышқаны: сәлден соң қызметші қыздар дастарханға ірімшік алып келеді. Қала тышқаны күліп: ай, иісінің әдемісін-ай, жүр досым тамақтанайық дейді. Ауыл тышқаны дастарханды көріп қуанып, қала тышқаны: міне достым, дәмін тат, ірімшік, май, тәтті бәліштер, жемістер дейді. Ауыл тышқаны: рахмет досым, сен бұл жерге жақсы жайғасыпсың, мүмкін мен де осы жерде қалармын дейді. Енді екеуі жей бергенде қызметші қыз: жоғалыңдар, арам тамақтар деп таяқпен екеуін қуа бастайды. Қала тышқаны ыңғайсыз жағдайға қалады. Қане, кеттік тез-тез бұл жерден дейді. Уайымдама досым, бәрі кеткен соң біз де барып жейміз дейді. Оға дейін қалаған заттарын табатын бір жерге алып барайын деп екеуі жолға шығады. Ауыл тышқаны түрлі азықтарды көріп, біз қай жерге келдік деп таңданады. Бұл азық-түлік дүкені дейді қала тышқаны. Аралап жүргенде алдарынан үлкен мысық шығып қалады. Мысық екеуін тырқырата қуала жөнеледі. Олар тез-тез жасырынайық, қаш деп жүгіреді. Ауыл тышқаны қорқып кетеді. Бұл мысық қазір кетеді. Оға дейін жасырынып тұрамыз дейді қала тышқаны. Мысық кеткен соң қайта келеміз дейді. Келе жатып, ауыл тышқаны бір темірді көріп қалады. Бұл не деп жақындап қарап сұрайды. Қала тышқаны: абайла, бұл қақпан дейді. Қақпан ол не деп түсінбейді.
ішіне кіріп ірімшікті жесе, ол жабылып қалады. Жабылып қалса, одан шыға алмайсың, дейді қала тышқаны. Ауыл тышқаны: бұндай жағдайда өмір сүрмеймін. Қашып жүгіріп, әрдайым қашып жүреміз. Өмір сүру маған тура келмейді, дейді. Асыра сілтеме, тек абай болу керек, дейді қала тышқаны. Жоқ, болды, мен ауылға қайтамын. Ауыл тыныш. Қақпан ішіндегі ірімшіктен өз бақшамдағы жемістер 1000 есе артық. Бұлай қашып өмір сүргеннен ауылда тыныш өмір сүргенім артық, дейді ауыл тышқаны.